Құрметті жамағат, біз мысалы көп қателіктер жасап қойдық. Неше түрлі жаңа мінезде, тілде әртүрлі қателіктер кетті, күнәлар кетті дегендей мәселелер. Солар еске түсіп кететін кездер болады. Мысалы, бұрынғы нәрселер дегендей. Сонда Аллах Тағала бізге мынандай бір тәрбие береді. Ей пайғамбар, айт құлдарыма дейді. Құл ли ибадияллазина асрафу ала анфусихим. Анау өздері өте көп кесір істеп қойған құлдарыма айтшы дейді. Өте көп зиян жасап қойған құлдарыма айтшы. Ей пайғамбар, ла тақнату мин рахматилла. Алланың рахымынан үміттерін үзбесін деп. Қараңыз. Инна Аллаха яхфиру зунуба жамиан. Расында Аллах Тағала күнәнің барлығын кешіреді дейді. Қараңыз. Және өздеріңіз білесіздер, ширкті айтпағанда. Иннаху хуал ғафурур рахим. Өйткені ол ғой бәрін кешіруші, ең мейірімді. Қараңыздар. Тек мынандай бір шарт жасасып алайық дейді ата. Қандай шарт? Қуана біз бұған келсеміз. Ва анибу иля раббикум. Раббыларыңа қарай оралыңдар. Қараңыз. Ана нәрсе бүлдіріп қойдық қой көптеген нәрселерді. Бүлдірдік та, сол бүлдірген нәрселерінің бәрінен Раббыларыңа қарай оралыңдар. Жүрекпен кеңдер дейді Алла. Жаңа өлім сәтінде анау көмдім, болдым деп жатыр ғой. Сол көмдім, болдымды жасаш дейді. Болдым, Раббым, көндім, кешірші мені. Осылай кел дейді бірінші. Ва аслиму лаху. Сосын осындай жүрегіммен келгеннен кейін мен саған бұйрықтарым мен тыйымдарымды айтамын дейді. Мысалы, сол бұйрықтарым мен тыйымдарым айтылған кезде аслиму лаху. Бойысына қой дейді. Болды Раббым, сен айттың, мен істеймін. Осы нәрсені осылай істеңдер. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Summa la tunsarun. Өздеріңізге жаңағы азап келмей тұрғанда, міндетті түрде жаңа аспаннан бір тас жауып азап емес, өлімнің өзі азап болады егер Алла риза болмаса. Сол азап келгенге дейін осыны істеңдер. Әйтпесе summa la tunsarun. Егер істемесеңдер, сол өлім келген кезде, азап келген кезде мүлде жәрдем берілмейді дейді. Мен қанша мейірімді болайын, кешірімді болайын дейді. Қараңыз. Сосын Құранның ішінде Аллах Тағала түсірген бұйрықтары, тыйымдары бар. Кейбір аяттар бар, біз мағынасын түсінбей қаламыз кейбір аяттарды. Яғни мынаның ішінде жаныңды өзгертетін нәрселер көпті. Кейбір аяттар бар, тек иман еттім десеңіз болды. Соны Аллах Тағала білдіріп айтады, жаңа аяттың жалғасында айтады. Уаттабиу ахсаналлази унзила илейкум мин раббикум. Қараңыз. Раббыларыңнан мына Құранда түскен нәрселердің ішіндегі ең жақсысына еріңдер дейді. Ең жақсысы деген сөз естідік те бойсындық деген. Ей иман келтіргендер, былай істеңдер деген кезде сондай жаққа қарай жүгіре беріңдер дейді. Қараңыздар. Өздеріңізге азап келмей тұрғанда дейді. Уантум ла ташурун, білмей қаласыңдар дейді, қалай келіп қалатынын.